Қалайсыңдар оқушылар? Бүгін бізде 3-ші топ тригонометриялық тепе-теңдіктерді қолданып белгілі функциялар арқылы басқаларын табу деген тақырыптың есептерінің В тобының мен жұптарын шығарамын. Сендер тақтарын осыған қарап шығарасыңдар. Еще жұптарының ішінде қайталанып жатқан есептер болса шығармай кетемін. Окей, өздерің қарап көресіңдер. Енді бірінші есепте бізде былай деген. Белгілерін оқимын. Егер тангенс альфаның мәні 2 тең болса, синус квадрат альфа өрнегінің мәні неге екенін анықтаңыз. Неге тең екендігін анықтаңыз деп тұр. Бізде 5-ші формула бар еді. Жалпы өзі тригонометриялық тепе-теңдіктер азғантай форма. Тангенс бірінші косинус пен синустан бастап, косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфаның қосындысы бізде бірге тең. Сосын тангенс альфа мен котангенс альфаның көбейтіндісі бізде тоже бірге тең. Тангенс альфаның мәнін жазатын болсам, синус альфа бөлінген косинус альфа. Котангенс альфаның мәнін жазатын болсам, косинус альфа бөлінген синус альфа. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, енді 5-ші формула. 1 плюс тангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген косинус квадрат альфа. Сосын 6-шысы 1 плюс котангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген синус квадрат альфа. Негізгі тепе-теңдіктер осыны білсеңдер жеткілікті шығара бересіңдер. Енді қараңдар, бізде мұны синус альфаны тап деп тұр ғой. Котангенс арқылы или синус арқылы өрнектейтін формуласы бар. Ол бізде 6-шы формула. Қараңдар. 1 плюс котангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген синус квадрат альфа. Неға жазып қоямын. Квадрат альфа тең болады 1 қосылған тангенс квадрат альфа. Котангенс квадрат альфа. Енді қараңдар, бізде синусты табу керек, котангенс жоқ. Бірақ бізде тангенс бар. Тангенсті котангенс арқылы өрнектеу үшін, котангенс тангенс арқылы өрнектеу үшін 1 бөлінген тангенс альфа дей саламын. Болды. Сонда котангенс дегенің, тангенс альфаның орнына 2-ні жаза саламын, 1 бөлінген 2 болсын. Енді одан кейін мына жақтағы мына мәнді апарып котангенстің орнына апарып қоя саламын. 1 бөлінген синус квадрат альфа тең болады 1 қосылған котангенстің мәні 1 бөлінген 2-ге тең, соны квадраттай саламыз. Сонда 1 бөлінген синус квадрат альфа тең болады 1 қосылған 1 бөлінген 4. Маған 4-тен беріп жүріп қосамыз. Сонда 1 бөлінген синус квадрат альфа тең болады 5 бөлінген 4. Енді синус альфаны тапсам, 2 жағында төңкеріп жібере салам, 4 бөлінген 5 болады. И синус альфаның өзін табатын болсам, түбірге сала салам. Сонда 4-тен 2 шығады, и 5 деген ол бізде түбірасты 5-тің квадраты бола салады. Енді бізде нені сұраған екен? Синус альфаны емес, синус квадрат альфаның мәнін сұраған. Сонда бізде 4 бөлінген 5, яғни ол 4-ті 5-ке бөліп жүрсеңдер 0,8 шыға салады екен. Енді одан кейін жауабы осы. Келесі жауабы екен. Келесі 4-ші есеп па? 4-ші есепті көрсетейін. 4-ші есеп. 4-ші есепте бізде есептеңіз дейді, егер синус альфа көбейтілген косинус альфа, осыны табыңыз дейді. Егер синус альфа плюс косинус альфаның мәні 1 бөлінген 3-ге тең болса. Мынаны мен сабақта біразына көрсетіп қойған. Шығармағандар болса, осыған қарап шығарасыңдар. Енді қараңдар, мынаның көбейтіндісі менде қай кезде пайда болады? Мына заттың 2 жағын квадраттағанда пайда болады екен. Кетті қысқаша көбейтумен ашамыз. Өзі а плюс б-ның квадраты түрінде аш дейді. Сонда а квадрат плюс 2 еселенген аб плюс б квадрат бойынша аша саламыз. Сонда бірінші өрнектің квадраты, яғни синус квадрат альфа қосылған 2 еселенген синус альфа көбейтілген косинус альфа и қосылған косинус квадрат альфа тең болады 1 бөлінген 3-тің квадраты 1 бөлінген 9-ға. Енді осы жерде мына екеуінің қосындысы бірінші тепе-теңдікті береді, 1-ге тең. Сонда оның орнына просто так 1 деп жазып кете беремін. Екеуі 1-ді береді. 2 еселенген синус альфа көбейтілген косинус альфа тең болады 1 бөлінген 9-ға.
Енді 2 еселенген синус альфа көбейтілген косинус альфаны қалдырамын да бірді теңдіктің ар жақ бетіне өткізіп жіберемін. Минус болып өтеді. Маған 9-дан беріп жіберемін. Сонымен бізде синус альфа көбейтілген косинус альфа, нақты 2 тұратын бақа. 1-ден 9 алып тастаймын, минус 8 бөлінген 9 қалады. Енді бізге сұрағаны 2 еселенген емес, просто синус альфа мен косинус альфаның көбейтіндісі. Косинус альфа. Сонда минус 8 бөлінген 9 тұра береді. 2 бер жаққа бөлу болып түседі. 1 бөлінген 2 болып кетеді. 2 мен 8 қысқарады. Минус 4 бөлінген 9 болып жауап қалып қоя салады екен. Ол бізде Е жауабы дейді. Так, сосын кеттік. 4-ші есептен кейін бізде 6-ші есеп не дейді екен. Ұқсайтын болса тастап кетемін, сразу айтайын. Тангенс арқылы косинус альфаның мәнін тап дейді. Ширегі сәл басқашалау екен, давай көрейік. Тангенс альфа тең болады минус 15 бөлінген 8-ге, және де 450 градус пен 540 градус дейді. 540 градустың арасында жататын болса альфа косинус альфаның мәнін тап дейді. Енді мына ширекті салып қойық бірінші. Қай ширек екенін анықтап алайық. Кеттік. Тангенс теріс болатын ширек дейді. Тангенс теріс болатын мына ширек пен мына ширек. Кеттік. Бізде бірінші 0 градус, 0-ден 90 градус қалдырады. 90-нан 180-ге, 180-нен 270-ге, 270-ден 360-ға, 360-дан 450-ге барады. Яғни 360-ға 90-ды қосып кете бересіңдер. 360-ға 90-ды қоссаңдар 450 болады. 450-ге тағы 90-ды қоссаңдар не болады? 540 болады. Сонда бізде аралық мынау екінші ширек бола салады екен. Осы ширектегі таңбалары керек маған барлығының. Байқасаңдар, міне минус тұр, тангенстің де таңбасының алдында минус тұр. Яғни ол екінші ширекте теріс таңба болады деген, біз ширегін дұрыс таптық деген сөз. Енді косинус альфаны табу керек қой бізге. Косинус альфаны табу үшін 1 плюс тангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген косинус квадрат альфа деген формуланы қолдана салады екенбіз. 5-ші тепе теңдік па? Осы жерден тангенс альфаның мәні мынаған тең. Яғни 1 қосылған минус 15 бөлінген 8-дің квадраты тең болады 1 бөлінген косинус квадрат альфаға. Енді мынаны шығарып алайық. Так, бізге мынаны квадраттап жібереміз. 15-дің квадраты 225, мынақты 8-дің квадраты 64 тең болады 1 бөлінген косинус квадрат альфа. Енді 64-тен бер жібереміз. Сонда 64 қосылған 225 қанша болады? 289. 289 бөлінген 64 тең болады 1 бөлінген косинус квадрат альфаға. Енді бұл жерде бізде не болады? Бөлшектің орындарын ауыстыр жере саламыз. Сонда косинус квадрат альфа тең болады 64 бөлінген 289-ға. Енді бізге жауабында косинус альфаның мәнін сұраған. Сондықтан түбірге алып жере салам. 64-тен 8 шығады, 289-дан 17 шығады. Енді бізге таңбасы керек. Енді косинустың мынау екінші ширектегі таңбасы қандай? Косинустың ширегін салайық. Плюс, минус, минус, плюс. Косинус альфада. Сонда бізде екінші ширекте таңбасы теріс болып қалады, и алдына минусты фок еткізіп қоя салам. Сонда бізде жауабы Д деген жауап шыға салады екен. Келесі, енді мына жақта қанша? 7-8-ші есепке келдік. 8-ші есептің котангенстің мәні берілген, аралығы берілген, теріс аралықпен и ұзақтаумен негізі мектепте көрсетіп қойғанбыз, сондықтан сразу тастап кете беремін. 10-ші есеп. 10-ші есеп. 10-ші есепте бізде 1 плюс тангенс квадрат альфа бөлінген 1 плюс котангенс квадрат альфа. Осыны тап дейді, егер синус альфа бізде 2 бөлінген 3-ке тең болса. Ширек ештеңе берілмеген, сондықтан чисто смело қойып кете береді екенбіз. Енді біздер бүйте саламыз. Тангенс 1 плюс тангенс квадрат альфаның формуласы бар еді ғой. 1 плюс тангенс квадрат альфа дегені мына жерге жазып кетті ғой. 1 бөлінген косинус квадрат альфаны бере салады деп қарайсыңдар да жаза бересіңдер. 1 бөлінген косинус квадрат альфа
и анау 1 плюс котангенс квадрат альфа деген просто 1 бөлінген синус квадрат альфа болып кете салады. И бізде мына косинус бөлшектің ең астына түсіп кетеді. Ең астына болғанда 1 бөлшектің астына түсіп кетеді. Косинус квадрат альфа, синус квадрат альфа үстіне шығып кетеді. Сонда бізде осыны тапсақ жеткілікті екен. Синус альфаның мәні бізде бар. Бізге косинус альфа керек. Ойбай. Так, енді косинус альфаны тауып алу үшін бірінші тепе теңдік бойынша 1 минус синус квадрат альфа деп жазып аламыз да, осыны орнына қоя саламыз. Косинус альфа тең 1 минус синустың мәні 2 бөлінген 3 сразу квадраттап жаза беремін. 4 бөлінген 9. Төбір астында болады. Потом 9-дан бер жүреміз. 9-дан 4 алып тастайсың, 5 қалады. 5 төбір астында и 9-дан 3 шыға салады. Все, ары қарай мына жерді квадраттап қойып ары қарай шығарып кете береміз. Синус квадрат дегенің 2 бөлінген 3-тің квадраты 4 бөлінген 9. И косинус квадрат дегенің төбір асты 5 бөлінген 3-тің квадраты 5 бөлінген 9 болады. 9-дар қысқарып кетеді, сонымен 4 бөлінген 5 жауабында қалып қоя салады екен. Ол бізде 0,8 ба? Жауабында бізде С жауабы бола салады екен. Так, енді келесі 12-ші есеп. 12-ші есепте тура осындай екен, бірақ шарт берсе салайын. Маған ешкім сұрап келмеді мағанда. 12-ші есеп. 12-ші есеп синус квадрат альфа минус 3 косинус квадрат альфа қосылған 1. Сұрап келді ма? 2 еселенген синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа минус 1. Егер тангенс альфаның мәні 3-ке тең болса дейді. Бұл жақта өйтіп бөліп жүре алмаймыз, сондықтан бірінші ықшамда болады екенбіз. Так, бізде 1 минус синус квадрат альфа бүйтіп алсақ болады екен. Мына бізде 3 штук тұр ғой. Соны 2 мен 3-тің 1-дің қосындысы түрінде шықты. И бізде алдындағы минустан бас болған үшін просто бүйтіп жазыламыз. Синус квадрат альфа өзі тұра берсін. И минус косинус қой бізде. Косинус квадрат альфа минус 2. Негізі неға берсенші. Сосын косинус квадрат альфа плюс 1 деп жіктеп жіберсем. Потом астында не істесек болады? Мына синусты тоже ажыратып жазып алайын. Ол бізде береді синус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфаны и косинус квадрат альфа минус 1-ді. Енді бұны мен неғып бетіп ашып атырмын. Қазір мына екеуін жіктеп жіберсем, минусты шығарып жіберетін болсам, ол синус квадрат альфаны береді. И синус квадрат альфа мен синус квадрат альфа қысқарып кетеді. И астында тоже мына жерден 1 минус косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфаны береді. И синустардың біреуі жойылып кетеді. Соған келтіреміз қазір. Енді кеттік. Бірінші мен екінші тұра береді. Синус квадрат альфа мен 2 косинус квадрат альфа өздері тұра береді. Потом енді мыналардан минус шығарып жіберемін. Минус жақшаны сыртына шығарып жіберсем, шығармай қойсам да болады екен. Шығармайын. Плюс тұра берсін. Бірақ мен 1-ді бірінші жазам и косинусты екінші жазам. Так, сосын мына жақта екеуі синус кетті. Мен мынаны ойлаған екенмін. Бүйте салайыншы. Мына астында бүйтейік. Мынаны алайықшы. Мына екеуі бізде 1-ді береді емес па вообще-то? Жаңа мен соны ойладым ғой. Ол 1-ді береді. Сонда менде синус квадрат альфа плюс 1 минус 1 қалды. Екеуі қысқарып кете салады, дайын тұр. Енді үстінде мынау бізде береді синус квадрат альфаны. Бірінші тепе теңдіктен. Енді синус квадрат альфа бізде плюс болып тұр. Қысқармайды екен. Сонда бізде бүйте саламыз. Қайттан жазайыншы. Мынау синус квадрат альфаны беретін болса, синус квадрат альфаға синус квадрат альфаны қосып жіберемін. Менде 2 штук синус квадрат альфа шығады. И анау минус 2 косинус квадрат альфа деп жаза салам. И астында бізде синус квадрат альфа қалды. Енді бөліп жүре салайын. Синусты синусқа бөлем. Бізде 1 қалады. Қасында x бар. И потом косинусты синусқа бөлем. Бізде котангенс шығады. Бізде енді сұрап еді, ықшамдалған түрі осы болды. Тангенстің мәні бар. Тангенс арқылы котангенсті тауып алайық.
ктг бізде ол 1 бөлінген тангенс альфа. Сонда бізде тангенс альфаның 3-ке тең болса, котангенс альфаның 1 бөлінген 3 бола салады екен. Енді бізде мына жаққа орнына қою ғана қалды. Сонда бізде 2 азайту 2 көбейтілген котангенс альфа дегенің ол 1 бөлінген 3, оның квадраты 1 бөлінген 9 болады. Так, сосын ортақ бөлім беріп жібереміз мына жаққа 9-ға. 9 18 азайту 2 бөлінген 9 болады. 18-ден 2-ні алып тастаймыз, 16 бөлінген 9 қала салады екен. Бізде бұл қай есеп еді? 10-шы есеп. 10-шы есептің жауабы бөлшекке бөліп қойыпты. 16 бөлінген 9. Так, бізде бөлінбей қалды ғой. Так. 10-шы есеп еді ғой. 10-шы есеп еді, точно? 12-ші есеп қой бәсе. 12-ші есеп 16 бөлінген 9 деген жауап бар екен. Ол С жауап екен. Все, бұл шықты. Енді 13 өздерін шығарасыңдар. 14-ті. Тангенс альфаны есептеңіз, егер ананың мәні. Бұл керісінше жағдай берілді. От қызық. Көрейік. 14-ші есеп. Так, 14-ші есеп. Енді бізде тангенс альфаның мәні тап дейді. 3 синус альфа плюс 4 косинус альфа бөлінген 3 беді. Жоқ, 3 емес. Так, отырып көріп жүрдім. Синус альфа. Опа. Мына жақта бөлшек. Қазір. Так, мына жақта былай. Потом синус альфа плюс 4 косинус альфа. Синус альфа минус 2. Синус альфа минус 2 косинус альфа тең болады 5-ке дейді. Так, берілген дұрыс жазым болды енді. Енді қараңдар, бізге тангенс альфаны табу керек қой. Получается, мен синустарды, косинустарды тангенске келтіруім керек. Тангенс дегеннің өзі синус альфа бөлінген косинус альфа ғой. Получается, мен астында үстінде косинус альфаға бөліп шықсам болады. Қараңдар, полный жазып үйретейінші сендерге. Бөлінген косинус альфа. Дәу бөлшек кетті. Сосын синус альфа минус 2 еселенген косинус альфа бөлінген косинус альфа тең болады 5-ке. Енді мына қараңдар, мына бөлшектің астында тұрған затты мен синусқа да косинусқа да жеке-жеке бөліп алуыма болады. Сонда менде 3 синусты косинусқа бөлемін, тангенс альфа болады, плюс 4 және де косинусқа бөлемін, 1 қалады. Бірді сразу жазбай кете беруге болады. Так, одан кейін мына жақта тоже синусты косинусқа бөлем, тангенс альфа қалады. И косинусты косинусқа бөлем, бізде не қалады? 1 қалады. И мына жағында қасында x бар. Тең 5-ке. Енді тангенсті табу керек қой. Пропорция орнап жіберсем. Мынаның астында 1 бар. Көбелек әдісі бойынша көбейтіледі. Тангенс минус 2 5-ке көбейтіледі барып. Тангенс альфа минус 2-ні 5-ке көбейтеміз. И 3 тангенс альфа плюс 4 деп жазамыз. Енді тангенске 5-ті көбейтемін. 5 тангенс альфа минус 10 тең болады. 3 тангенс еді. Плюс 4 деп жазамыз. 3 тангенсті тең бер жағына өткізіп жібере саламыз. 2 тангенс альфа қалады. Минус 10 теңдік нар жағына плюс 10 болып өтеді. 4-ке қосылады, 14 болады. И тангенс альфаның мәні сонда бізде 7-ге тең бола салады екен. Бұл бізде 14-ші есеп еді ғой. С жауабы екен. Так, кетті. Келесі мына жаққа сыйғызып жазайыншы. Мынау 14-ші есеп. 16-ші есеп па енді бізде? Осы почти соңғы есеп екен. Бізде синус альфа минус тангенс минус альфа. Потом астында 1 қосылған косинус минус альфа. Егер синус альфа минус 1 бөлінген 2-ке тең болса, және де минус пи бөлінген 2 мен 0-дің арасында жатса дейді. Так, 4-ші шерек па бізде ма? 4-ші шеректе жатса дейді. Так, енді болды. Все, басқа адым жоқ.
бүйтіп сызып алайық интервал. Бүйтіп алайық. Синустың мәні бізде плюс минус еді ғой. Яғни қара, 0 мен минус пи бөлінген 2-ның арасы деген мына арқылы болады. Значит, мен 4-ші ширектегі мәндерін жаза салады екенмін. Енді кеттік. Бізде мынаның несін былай жазып кете берейік. Синус альфа бізде тангенс деген тақ функция еді ғой. Тақ функцияның кезінде таңбасы алдынан шығып кете салады. Минусты плюсқа ауыстырып жібереді. Тангенс альфа деп жазып қоя саламыз. Потом 1 плюс косинус минус альфа. Косинус жүр функция болғандықтан таңбасы сақталады. Косинус альфа қалып қоя салады. Точнее, таңбасын жұтып қояды. Енді синус альфаның мәні бар, тангенстің мәні мен косинустың мәні керек бізге. Енді синус арқылы косинусты тауып алайық. Косинус альфа дегенің 1 минус синус квадрат альфаны бере салады. Синустың мәні бізде 1 бөлінген 2. 1 бөлінген 2-ні квадраттайсың, 1 бөлінген 4. Минус таңба ол квадраттаған кезде жойылып кете салады. Сонда мынадан 4-тен бересің, 4-тен 1 аласың, түбір асты 3, и 4-тен шығады 2 шығады. Косинустың мәні шықты, енді тангенстің мәні. Тоқтаңдар, косинустың таңбасын жазбаппын ғой. Косинустың 4-ші ширектегі таңбасы қандай еді? Плюс еді, я? Плюс, минус. Осындай еді ғой, косинустікі. Синустікі. Енді бізге тангенс керек. Тангенс деген синустың косинусқа қатынасы. Синус дегенің қайсы шықты? Минус 1 бөлінген 2. Косинус дегенің түбір асты 3 бөлінген 2. Екілер қысқарып кетеді. Сонымен бізде минус алдына шығып кетеді. 1 бөлінген түбір асты 3 қалады. Так, бізде мына жақта болды ғой, по идее. Минус таңбамен дайын тұр. Орындарына қоя саламыз енді. Мынаны мына жаққа әкеп есептейміз. Так, синустың мәні бізде минус 1 бөлінген 2. Тангенстің мәні минус 1 бөлінген түбір астында 3. Ой, бұл нормально жауап шығайын деп тұр ғой. Косинустың мәні түбір асты 3 бөлінген 2 дейді. Плюс пен, Шөк кеттік. Енді ортақ бөлім беріп, әдемілеп есептеп шығарып саламыз. Мынаны бүйтіп жазып алайық. 1 бөлінген 2 минус 1 бөлінген түбір астында 3 деп. Или иррационалдықтан арылтып жазайық браталарынан. Так, иррационалдықтан арылсақ, түбір асты 3 бөлінген 3 бола салады. Потом астында түбір асты 3 бөлінген 2 бола салады. Екеуіне ортақ бөлім бізде 6. Мынаған 3-тен, мынаған 2-ден бере саламыз. Минус тақтаныстен шығып кетеді. 3 минус шығармай қояйық жарайды. 2 түбір астында 3. Так, бітекші. Шығара салайықшы. Бөлінген 6 қалады да. Потом 2 қосылған түбір астында 3 бөлінген 2 қалады. Енді кеттік. Ары қарай. Мынаған 2-ден бері жүрдім ғой. Түсінбей қалатсыңдар деген. Енді кеттік. 6 мен 2-ні қысқартып тастаймын, 3 қалады үстінде. Точнее, ол бірінші бөлшектің астында тұр, менде ол главный бөлшектің астына түсіп кетеді. Так, енді үстінде қалғаны менде 3 плюс 2 түбір астында 3, и алдында минусу бар. Потом астындағы бөлшектің, жоқ, астында тұрады екен. Астындағы бөлшектен 2 плюс түбір астында 3 қалды. Енді бұны иррационалдықтан арылтып жібере салу керек. Яғни мынаның түйіндесіне көре саламын. Түйіндесу оның просто так минус бола салады. Так, мына жерге есептеп жаза берейін. 3 плюс 2 түбір астында 3. Бұл тұра берсін, минусқа қажетті. Минус алдында тұр. Потом екінші ақшаны ашамын да мынаның түйіндесін жазсам. 2 минус түбір астында 3. Мынаның астында, ойбай. Бөлшекті жазамыз, сосын 2 и 2 плюс түбір астында 3 тұрды. Осының түйіндесі 2 минус түбір астында 3-ке көбейе саламыз. Яғни мына екеуі жойылып кетсе, бөлшектің мағынасы болмайды ғой. Сол үшін біздер иррационалдықтан арылтып жатырық деп есептей береміз. Енді кеттік. Астындағы бөлшекті көбейтетін болсам, 2 и мынау а плюс б, а минус б-ға кеп тұрды. Бұл бізде береді а квадрат минус б квадратты. Сонда бізде 2-ның квадраты 4, түбір асты 3-тің квадраты 3 бола салады. 4-тен 3-ті аласың, астында тек 1 ғана қалады. Кеттік, мынаны өшіріп тастайық. Кеттік. Енді мына жақта мынаны енді жақшамен әдемілеп тұрып ашады екенбіз. Минус тұра берсін емес, бүйтейікші. Мына минусты, көріп тұрған минусты мына жақшаға көбейту керек. Сонда бізде 3
плюс 2 түбір астында 3 тұра береді да. Ал мына бөлшектің екеуінің орындарын ауыстырып жүре саламын. Түбір асты 3 бірінші жазамын, азайту 2 дей саламын. Түсінікті ғой, Так, енді кеттік. Мына жақта 4-тен 3 алды, 1 қалды. Бөлшектің астында тек 2 ғана тұр. Енді үстін қараймыз. Үстінде бізде 3-ке жеке-жеке жақшаны ашып көбейте саламыз. Мынақа көбейтіп. 3-ке 2-ні, түбір асты 3-ті, сосын мынаны көбейте саламыз. Жақшаны ашуды білесіңдер. Білмей атсаңдар басынан бастаңдар болмаса. Кеттік. 3-ке 3 түбір асты 3-ті көбейтем. 3 түбір асты 3 болады. 3-ке минус 2-ні көбейтем. Минус 6 болады. 2 түбір асты 3-ке түбір асты көбейтем. 2 көбейтілген 3 қалады. И одан бізде 6 шыға салады. Потом 2 түбір асты 3-ке минус 2-ні көбейтем. 4 түбір астында 3 бола салады. Енді, так, не бар? 6 мен 6 қысқарады екен. Сосын 3 түбір асты 3 азайтылған минус 4 түбір асты 3 бізде минус түбір асты 3 болады. Астында 2 қалады. Бұнда жауап бізде астында 2 қалады бе точно? 3 деген зат қайда кетті бізде? Мен қысқартқан кезде 6 мен 2-ні бөліп мына жаққа 2 деп жазып қойыппын ғой. 3 қалады екен. Мына жақта да 2, мына жақта да 2 тұр. Осының орнының бәріне 3 жазып салам. Сонда бізде минус түбір асты бөлінген 3 шыға салады екен. Бұл жауап бізде Д жауабы. Бұл топ бітті. Енді келесі топтың есебін тауып сендерге оны шығарып жіберетін боламын.